Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомда күнделікті сабағымда қолданып жүрген, оқушыларым үшін де, өзім үшін де пайдасын тигізіп жүрген бір жай ғана тәсілмен бөліскенді жөн көрдім. Себебі бұл тәсілді мен сабаққа жиі қолданамын. Және уақытымды ұтады, оқушыларды бағалау кезінде де оқушының деңгейі анықталады. Сол үшін де өзіме тиімді және сіздерге де сабақтарыңызға мүмкін пайдасы болса қолданып қалар деген ниетпен осы видеоны салып отырмын. Жалпы оқушыларым сабаққа келген кезде мен оқушыларыма бағалау парағын міндетті түрде тарап беремін. Өзіміздің қазақы құндылығымызды насихаттау барысында асықпен оқушыларды бағалап отырамын. Бұны мен сізге видеомды бұрын салған болатынмын. Мына жердегі видео бұл менде оқушыларды мінекей осы түрде мен бағалаймын. Бұл бағалауды мен оқушыларға барлығына, әрқайсысына таратып шығамын. Және оқушыларға бағалау кезінде әрбір тапсырманың өзінің ұпайын айтып отырамын. Қанша болу керек екендігі, критериясын айтып отырамын, дескрипторын барлығын түсіндіремін. Сол кезде оқушыларға осы бағалауды, өзім бағалауды жылжытып отыруға ыңғайлы. Мысалы, үй тапсырмасы 3 балл, дескриптор бойынша класс жұмысы, екінші жаттығу 2 балл деген сияқты оқушыларға айтып отырамын. Және оқушыларға ол балды мен өзім ұсынып отырамын. Мысалы, тақтаға шыққан оқушыға үй тапсырмасын дұрыс жауап берген болса, сізге 3 point деп айтамын. Оқушы өзінің балын осылай жылжытып отырады. Сол кезде оқушы сабақ аяқталған кезде қай оқушының қаншалықты деңгейдегі бағасы анық көрініп отырады, шатаспайсыз. Және оқушы күнделікті дағдыланады және сізге деген артық сұрақ болмайды. Себебі өзінің әр тапсырмасындағы балын шынайы алып отырады. Бұл 9 классқа арналған менің тапсырмам болатын. Жалпы оқушыларға біз тапсырманы үйретіп болғаннан кейін соны бекіту мақсатында үй тапсырмасы ретінде сол жаттығуға байланысты, ережеге байланысты сөйлемдер құруға береміз ғой. Мысалға, бұл менде оқушылармен бірге өткізген phrasal verb turn, одан кейін prefix деген тақырыпқа өткізген сабағым болатын. Және бұл жерде оқушыларға phrasal verb turn'ді түсіндіргеннен кейін, prefixті түсіндіргеннен кейін кітапта, 9 класс бойынша кітапта 2 ғана жаттығу берілген екен. Бұл 2 жаттығу оқушылар үшін аздық етеді және 9 класс болғандықтан оқушыларға үй тапсырма ретінде өз бетінен тағы да осы етістіктер, phrasal verbқа және префикске тағы да сөйлемдер құрап келуге жаттығуға тапсырма берілген болатын. Ол тапсырманы классқа келгеннен кейін тексерілгеннен кейін мұғалім енді пысықтау мақсатында оқушыларға осындай кеспе қағаздарын таратып бердім. Бұл оқушылардың кез келген тапсырма барады. Мысалға, өзінің қолына осындай қағазды алған оқушы, мысалға, do деп тұр, мына жерде префикс деп тұр. Оқушы бұл жерде бірден жауап беру керек, overdue. Яғни бізге мына жерде префикс, мына жерге over дегенді білдіру керек, яғни overdue деп жауап беру керек. Сол кезде оқушы өзінің балын алып отырады. Мына жерде switch off деп тұр, бұл бізге turnға байланысты берген phrasal verbті шығару керек, яғни turn off деген phrasal verbті оқушы тауып айту керек. Appear деп отырғанымыз, бұл turn up деп оқушы айту керек. Одан кейін understand, оқушы бұны уже мына жерде префикс деп тұрғандықтан, уже оның алдына префикс қою екен біліп, misunderstand деп оқушы жауап беру. Write, не тоже префикс деп жазылды, яғни мына жерге rewrite деп оқушы өзі айтып шығу керек. Міне осы бір қорытынды жұмысты, бекіту жұмысын бар жоғы 5 минуттың ішінде оқушыларға осы кеспе қағазды жылдам таратып шығып, оқушылардан сол сабақты қаншалықты түсінгендігін, үй тапсырмасын бір-біріне көшірмегендігін, бір-бірінен сұрамағандығын, өзінің үйде еңбектен шынайы жазғандығын барлығын анықтаушы мінекей осы бір ғана 5 минуттық жұмыс. Осы жұмыс арқылы оқушылар өзінің білім деңгейін көрсетеді. Егер де бір оқушы мына етістікке, мысалы, write дегенге префикс қоя алмайтын болса, келесі оқушы қолын көтереді. Яғни ол оқушы бұл жерге қандай префикс қою керек екенін біледі деген оқушы, ол оқушы жауап берсе, жауап бере алмаған оқушының ұпайы сол оқушыға барады. Яғни ол оқушы мына жұмыстардан өзіне қажетті ұпайын жинап отырады. Міне осындай оқушы үшін де, мұғалім үшін де пайдалы, бір жаңа оқушыға өте қызықты жұмыс.
баршаңызға осындай жұмысты сабақта көбірек қолдануға кеңес беремін. Алдағы уақытта мен бұл жұмысты мәтінге де қолданамын. Мәтінде оқушылардың барлығынан мен түсінік айтып тұруын талап етпеймін. Осындай кеспе қағаздар арқылы жылдам қалай сұрап шығуға болатындығын да алдағы видеомда түсіретін боламын. Сондықтан да менің YouTube каналыма тіркеліп, өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіріп, өз ойларыңызды білдіруіңізді сұраймын. Баршаңызға рахмет. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар.